Қазақстанды кітап оқитын елге айналдырамыз. Кітапты сүйіп оқитын барша оқырмандар жақсы танитын Кітап ал ұжымы осы миссияның аясында ауылға кітап жобасын бастаған болатын. Жобаның мақсаты ауыл мектептеріне қазақ тіліндегі сапалы, заманауи кітаптар жеткізіп беру және осы керемет кітаптар арқылы ауыл жастарын кітап оқуға баулу. Елімізде Құдайға шүкір мұқтаж жандарға көмектесетін, үй алып беретін, азық-түліктерін жеткізіп беретін неше түрлі қайырымдылық қорлары бар. Бірақ Кітап ал ұжымы балық берме, қармақ бер ұстанымын ұстанады. Еліміз білімге аса мұқтаж. Білімсіздіктен асқан кедейлік бар ма? Ауылымызда кітап оқу мәдениетін қалыптастыру мақсатында біз де кітап тарату жолын таңдадық. Осы орайда біз де ауылымызды дамыту мақсатында осы жобаға атсалысқалы отырмыз. Бұл жоба үшін бізге керек қаражат мөлшері 175 мың теңгені құрайды. Жиналған қаражатқа қазіргі таңдағы ең заманауи, сұранысқа ие деген 50 кітапты мектеп кітапханасына алдыратын боламыз. Осы видеоны көріп отырған барша Атырау облысы Құрманғазы ауданы Хиуаз ауылының тұрғындары, үлкен аға әпкелеріміз және ауыл жастары, сіздерден осы жасап жатқан ісімізге қолдау білдіріп, осы жоба аясында барынша белсенділік танытуларыңызды сұраймыз. Сіздерден кішкентай ғана көмектеріңіз бір баланың шамшырағынан жанып, оның білім жолының ашылуына ықпал ететіні анық. Ауыл жастарын бірге білімді етуге атсалысайық.